кәжекейдің тігілуімен бөлісейін. Мен міне дайын оюды жабыстырып, сосын үстінен бастырып, тігіп шықтым. Бастырып тігіп шықтым. Ендігі кезекте уже детальдарды қосамыз. Мына жерде менде велюр, міне астында дублерин жабыстырылған дайын велюрда. Егер сізде тек велюрдың өзі болса, дублерин дейтін матаны алып жабыстырасыздар. Мына бір жағы мата, екінші жағы оның клей болады. Кейде көрпешенің велюр маталары болады, олар уже қатты, оған дублерин керек емес. Ендігі кезекте міне иықтарын біріктіріп аласыздар, алдыңғы ой мен артқы бойдың, мына жан тігісін біріктіріп алып, инелейсіздер, кейін осыны машинкада тігіп аласыздар. Мына жақта міне екі қапталын тіккен кезде кәдімгі закреп беріп, төменнен де закреп бересіздер екі жағында. Мына иық тігісіне закреп бермейсіздер, тек тіке машинамен тігіп аласыздар. Ол не себепті? Себебі біздер оны сөгіп алып тастаймыз кейін. Мына жағын бүйтіп қайырып, екі жаққа ашып үтіктейміз да, кейін оны сөгіп алып тастаймыз. Себебі бізге қосар кезде сол керек болады. Мына иығы тігілмеген болу керек, тек үтіктелген болу керек та. Кейін иықты тіктім бірінші, сосын ашып үтіктедім да, кейін сөгіп тастадым қайттан. Жерге закреп беріп тастаппын. Осылай сөгіп аласыз. Мына қапталында міне тігіспен қостыңыз, екі жаққа қайырып үтіктеп тастайсыз. Астарда да дәл солай. Ендігі кезекте міне өстіп кәжекейімізді жаямыз. Осыған астарын беттестіреміз. Енді мына жердің барлығын инелеп немесе қолмен көктеп тігіп аламыз. Тек бізде мына жерде 3 см, мына жерден 3 см қалдырып, тіккен кезде да, мына жерден закреп береміз, мына жерден закреп бересіз да, бүйтіп тігіп аласыз 3 см да. Мына жаққа тігіс келмеу керек. Мына жерде де дәл сондай. Жеткізбей тігіп келесіз, тігіп аласыз да, айналдыра. Мына жаққа кетіп қалмауыңыз керек. Мына жерде дәл сондай. Тігіс 3 см жетіңкіремеу керек. Бұлай айналдыра тігіп шығасыз. Кейін алдына да дәл сондай 3 см жетпеу керек. Жоғарғы тігістердің барлығында 3 см жетпеу керек. Түсініңіз ода? Мына жерден бетіп айналдыра тігіп шығамыз. Астын бәрін айналдырып тігеміз. Тек мына жоғарғы жағында 3 см тігіс жетпеу керек. Осыны тігіп аласыз. Содан кейін қазір түсіндіремін. Мына жерден негізі біз не ашып кетеміз? Аударатын. Немесе астыңғы жағынан аударуға болады. Ашып кетіпті. Іш жағынан істеген жақсы негізі. Мінеке үстіңгі жағынан 3 см жеткізбей айналдыра тігіп шықты. Қолтық ойындысы, мойын ойындысы, қолтық ойындысын алдын түгел астыңғы жағымен айналдыра тігіп шығамыз. Осыдан кейін барып астардағы мана кішкентай тесіктен оң айналдырып аламыз. Мынандай дөңгелек жерлері міне қолтық ойындысындағы мындай қылып тігіске кішкене жетіңкіремей, 2 мм-де жетіңкіремей қиып аласыздар. Алдыңғы жағы да сондай. Енді аламыз, иығын қосамыз, тесіктен қолымызды саламыз. Арқа жағындағы тұсынан алдыңғы бойды аласыз да, осыны алып шығасыз. Тесіктен алып шықтыңыз. Осы жерде енді астарға қосасыз. Инелей болып. Кейін негізгі матаны қосасыз. Осыны енді тігіп алу керек. Мұне өстіп тігіп аламыз, екеуіне екі бөлек. Кейін осыны аласыздар да, ішіндегісін сәл тартасыз. Тартқан кезде мына жеріңіз ашық қой мына. Осыны біріктіріп, астыңғы несін бір жағына қайыра беріңіз. Мынаны осы бүйтіп ашып тұрып, мына жерлеріңізді инелеп, мына тігіс бар міне. Осы тігіспен тігесіз, кейін мына жағындағы тігіске қарай қосамыз. Мойын тігісі бар ғой мына. Мына закреппен
мына жағындағы закрептің арасын тігіп аламыз. Мына екінші жағында дәл солай. Оны да сөйтіп мынаны тартасыз. Мына жағын тартқан кезде мінекей, манағы бірінші закрепіңіз, кейін мына жерді туралап аласыз тігіспен тігісті, мына екінші закрепке дейін тігеміз осының арасын. Содан кейін барып, мананы бүйтіп тартқан кезде бізде дайын бұйым шығады. Қазір тігіп сізге көрсетемін. Міне екі жағын тігіп алдым, жаңағы айтқандай. Мынау манаға иығымыздың тігісі. Енді осыны қайттым оң жағынан тартамыз. Тартқан кезде міне иығымыз осылай болып шығады. Үтіктеп жібереміз. Болды. Екінші жағын дәл өстіп тігіп аласыздар.